Саламатсыздармы, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Мағауия Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығы. Мағауия Құнанбайұлы 1870-1904 жылдар аралығында өмір сүрген. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты Мағауия Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығы туралы мәліметтер алу. Мағауия Абайұлы Абайдың Ділдадан туған кенже баласы. Жасында молдадан сауатын ашып, кейін Семейдегі городское училищесінде орысша білім алады. Ол әдебиет тарихында абайлық дәстүрді бойына мол сіңірген ақын болып қалыптасты. Және нәзік лирикалық өлеңдер шығару және сюжетті поэмаларды жазуды әкесі Абай ақынның өнегесінен алды. Мағауия Абайдың ең жақсы көретін балаларының бірі. Абай үшінші баласы Әбдірахман дүниеден өткеннен кейін бүкіл үмітін Мағауияға артады. Мағауия 9 жасында ауыл медресесінде білім алады. Бұдан кейін Семейдегі қалалық орыс мектебінде 3 жыл оқыды. Қатты сырқаттанып, ауылына қайта оралады. Небәрі 34 жыл жасаған Мағауия қазақ әдебиетіне мұра боларлық тамаша туындылар тастап кетті. 1904 жылы дүниеден өткен Мағауия Ақшоқы деген мекенде Құнанбай бейітінде жерленеді. Мағауия Құнанбайұлының поэмалары Еңлік кебек, Абылай, Медғат Қасым. Еңлік кебек поэмасының бірнеше нұсқалары сақталған. Атап айтқанда, бірі Шәкәрім Құдайбердіұлы жазған нұсқасы, екінші Мағауия Құнанбаевтың жазған нұсқасы. Ендеше, құрметті студенттер, Еңлік кебек поэмасының тарихына көз жүгіртейік. Құрметті студенттер, Еңлік кебек дастанының тарихына көз жүгірткен болсақ, ендігі кезекте Мағауия Құнанбаевтың ең көлемді, ең әрі, ең көркем поэмаларын бірімен таныс болайық. Медғат Қасым поэмасы қазаққа ертеден естілетін алыстағы ел, сонау Африкадағы бейтаныс жұрттың ескі өмірінен алынған. Сондықтан да ақын әңгімесін поэмадағы оқиғалар болған жер мен халықты, тартысқа қатысатын адамдарды таныстырудан бастайды. Медғат Қасым поэмасының үзінді өлең шумақтармен таныс болайық. Жана күнде болмаған шақ қолғабыстан, жана шылған Африка бір гүлістан, сауда сартық пайдасы мол болғаннан соң, ізденіп келген жан көп әрбір тұстан. Құлы көп, егіні көп, бұл үлкен бай.
Еңбек қылып мал тапқан жан аямай, қолды-малша таяқпен жұмсаушы еді, адам деп обалына бір қарамай. Бұл суреттеулер аталмыш халықтың сол замандағы өмір тіршілігінің шынайы сипаттамалары болып табылады. Мұнан ақынның поэма оқиғасы жайында мол мағлұматтың барлығы нақтылыққа талпынатыны, батыстың классикалық әдебиетін үлгі еткені танылады. Құрметті студенттер, бүгін біз сіздермен Мағауия Құнанбаевтың өмірі және шығармашылығы туралы қысқаша ақпараттармен таныстық. Үй тапсырмасына Мағауия Абайұлының поэмаларына композициялық талдау жасайсыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.